Сұрақ қойайын ба? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kеттік. Муслим, сұрақтарды баста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма рабби шрах ли содри ва яссир ли амри ваhlul уqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух баршаңызға. Ұстаз, бізде жалпы эфирдің тақырыбы 4 қана сұрақтан тұрады. Осы 4 сұраққа толық жауап беріп өтсеңіздер, өзара Убайд ұстаз екеуіңіз кішкене толықтырып. Бізде бірінші сұрақ мынандай: мазхаб дегеніміз не? Екінші сұрақ былай: мазхабқа біз не үшін еруіміз керек? Мазхабты не үшін құрметтеуіміз керек? Үшінші сұрақ: неге тек қана бір мазхабтан фатуа алынады? Неге басқа мазхабтардан фатуа алуға болмайды? Сол мәселені қозғап өтсек. Және соңғы 4-ші сұрақ: мазхабсыздық неге апарады? Мазхабсыздықтың соңы қандай? Осы 4 сұраққа толық ашықтап жауап беріп өтсеңіздер, бисмилля. Ал кеттік, бауырлар. Жалпы бастаймыз. Қолдап отырыңыздар. Енді біз барынша қарапайым тілменен андай жауап береміз. Ғылыми, қатты, терең неге кетпейміз. Өйткені бұл нәрседен біраз кісілер хабардар болу керек. Түсінесіздер ме? Біраз кісілер хабардар болу керек. Өйткені Амин, иншалла. Маған көп кісілер жазып жатыр. О, жақсы болып жатыр деп. Жан-жақ не ғой? Сағанақи бауырымызды бір көтеріп алыңыз. Жалпы ол кісіні ұстазды. Ләббай, қазір 1 минут мен көтеріп алам, пока айта берсеңіз болады. Сығанақияға келсеңіз. Егер қолы келмесе, онда оқса. Сондықтан да бауырлар, біздер бар ғой, неге? Өйткені бар ғой, осы бүкіл айқай шудың бәрі осы көп мазхабқа ермегендіктен. Сосын бар ғой, анау келесі тақырыпты бар ғой. Мынау пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар ғой, ислам 73 тармаққа бөлінеді деген келесі тақырыпты соны жасашы. Ислам ол бөлінбейді. Ислам бөлінбейді. Исламды мұсылман болып өздерімен өздері бөлінетін тақырыпты айтқан пайғамбарымыз о жерде. Осыны біз барынша түсіндіруіміз керек. Өйткені исламның өзі бөлініп жатыр деген нәрсе ол дұрыс емес. Ол жақта контексті басқа нәрселер бар. Ол фирқалар туралы айтқан пайғамбарымыз. Ол жерде шынайы мұсылмандарды айтпаған. Осы келесі осы тақырыпқа. Жақсы ма? Так, кеттік. Мазхабқа еру. Жақсы, сұрағың жақсы, Муслим, рахмет, Алла разы болсын. Келіп атқан, қатысып атқан бауырларға үлкен рахмет, қолдап отырыңыздар. Енді кішкене біліммен келейік, қайық жан-жақты. Сұрақ: пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, қайтыс болар кезінде үмметін Құранға және өзінің сүннеттеріне еруге шақырып кетті. Бірақ бүгінде имамдар белгілі бір мазхабқа еруге шақырады. Осыны қалай түсінуге болады? Мысалға кейбір бауырлар бар, ой, мазхаб зачем дейді. Құран мен сүннет тұрғанда мазхаб зачем дейді. Ой, барда Құран тұр ғой, Құранды оқып алып, хадисті оқып ал да ұстай берсеші дейді. Сол айтып жүрген бауырлар, олардың да ұстазы бар, олардың да еріп жүрген, тақлид жасап жүрген өздерінің шейхтары бар, өздерінің арасында ғалым деп мойындалған адамы. Олар қалай айтса да, Құран тұрғанда, хадис сүннет тұрғанда зачем мазхаб деп айтқан күннің өзінде де олар бәрібір олардың ұстазы бар, бәрібір олардың шейхтары бар, бәрібір олардың өздерінің тыңдайтын ғалымдары бар. Енді ол кісілердің ғалымдарының деңгейі, ол кісілердің ғалымдары қай ғасырда өмір сүрген, біздің Ханафи мазхабының ғалымдары, біздің Абу Ханифа қандай сахабаларменен кездесіп, пайғамбарымыздың немересі ме, шөбересі ме, Мұхаммед Бакирмен сөйлесіп кездескен, оның бәрін салыстыратын болсақ, қайсыныкі абзалырақ, қайсыныкі дұрысырақ, қайсыныкі қуаттырақ, кімге? Біз, Аллаға шүкір, біз кімге еріп жүрген қарайтын болсақ қазір, шын нелерменен, силсаляменен, анау пайғамбарымызға бірақ апарамыз. Ал ол кісілер неше түрлі айтады. Мәселе бар ғой, бауырлар.
мұсылман адам қандай мазхабта болсын, біз осы жерде бір нәрсені айта кетейік. Бір-бірін құрметтеу керек. Ал бұл кісілер келеді де не дейді? Сендердікі дұрыс емес дейді. Ашық айтады. Мазхаб деген не ол? Сендердікі бидғат. Сендер сүннет бойынша жүрмейсіңдер деп кәдімгі айыптайды. Қатты кетеді, шектен шығады. Мұсылман адам мысалға 4 мазхаб бір-біріне құрметпен қарайды. 4 мазхаб бір-бірін дос тұтады. 4 мазхаб бір-бірін айыптамайды, сенікі дұрыс емес деп қатты кетпейді. Ал енді сен сондай тура жолда болатын болсаң, сен де мазхабтарға құрметпен қарау керексің. Менікі ғана дұрыс, сендердікі дұрыс емес, мен ғана тура жолдамын, сендер адасқансың деген сөз дұрыс емес. Бұл бар ғой, осыны түсіну керек. Бір адамды ғана тыңдау, бір адамның ғана сөзін дұрыстау, басқасының бәрін теріске шығару, қатедеу, бұл бар ғой, сектаның сифаты сондай болады. Өйткені секта бір адамға ғана арналған, бір лидерге ғана арналған. Ал Абу Ханифа мазхабында қаншама ғалымдар отыр. Сондықтан да осындай мәселелерге келгенде кейбір бауырларымыз кішкене томпақтау сөйлейді. Енді жауап берейік. Жауап: мазхабқа еру. Мазхаб деген сөз не өзі? Мазхаб деген, қазір оны біз тоқталайық. Мазхаб деген, ислам дінінде мазхаб деп аталатын сөз бар. Мазхаб деген. Мазхаб сөзі араб тіліндегі захаба түбірінен бару деген. Түбір деп етістігінен шыққан. Жүрілген жол, баратын жер деген мағыналарды білдіреді. Ал терминдік мағынасы ислам дінінің сенім, ақида мен фиқх деген құқықтық амалдағы саласында бір ғалымның немесе бірнеше ғұламаның берген үкімін басшылыққа ала отырып, оны қолдаушылар дегенді білдіреді. Сондай-ақ, сондықтан да мазхаб деген ол, тағы да тоқталамыз, бағыт деген ұғымды да білдіреді. Жол, мектеп дегенді де білдіреді. Немесе мазхаб дегеніміз көп деген мыңдаған ғалымдардың берген Құран менен сүннет пайғамбарымыздың хадисінен, мазхаб дегеніміз Құран және сүннет хадистен бізге пәтуа берген жиынтығы, сол жол, сол мектеп дегенді білдіреді. Соның жиынтығы дегенді білдіреді. Мысалға, шариғатта белгілі тәсілдер, яғни методикалар арқылы Құран мен сүннеттен шығарылған үкімдер және көзқарастар жиынтығы мазхаб деп аталады. Бүгінде Ахлу сүнна уәл жамағаттың 4 мазхабы әлемде кең таралған. Олар Ханафи, Малики, Шафиғи және Ханбали мазхабтары. Енді осы жерде мен бір нәрсеге тілге тиек етейінші. Муслим, біз білетін Құл-Қожа Ахмет Яссауи рахматуллахи алейхи бабамыз жатыр Түркістанда. Ол кісі біздің енді біздегі деректерге сүйенсек, ол кісінің жаңағы ата-бабаларын анау апарғанда кімге барып тірейді? Хазіреті Али радиаллаху анхуға барып тірейді. Ол кісінің Мұхаммед Ханафия деген ұлынан тарайтынына тірейді. Кейбір деректерде Хусейннан немесе Хасаннан тарайды дейді, бірақ 90%-дан астам деректерде Мұхаммед Ханафиядан тарайды дейді. Енді мысалға Құл-Қожа Ахмет Яссауи бабамызды алайық. Осы жерде тілге тиек етейікші. Ал Ахлі байттан ол кісі. Ал енді ол кісі 12-ші, 13-ші, қателеспесем, 11-ші, 12-ші ғасырларда өмір сүреді. Мысалға, Ахлі байттан болыпты, біледі ол кісі өзінің кім екенін. Сөйте тұра бөлік шығарған жоқ қой қазақ даласында. Мен мазхабқа ермеймін, мазхаб деген не ол? Мен Ахлі байтпын, мен қожамын деген жоқ қой. Ол кісінің Арыстан баптан кейінгі екінші ұстазы Юсуф Хамадани деген рахматуллахи алейхи көрнекті Ханафи мазхабының ғұламасы болған. Сол кісіге шәкірт болды ғой. Содан жаман болды ма? Осыны бір тілге тиек еткім келеді да, бауырлар. Құл-Қожа Ахмет Яссауи Ханафи мазхабына еріп тұр ғой. Ал енді осы күні Құл-Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қазір кесенесі мыңдаған адамдар барып зиярат етіп барып жатыр. Ал бұл да бір Құдайдың жәрдемі. Мысалға, құрметті бауырлар, мен осы жерде сіздерге бір нәрсені айта кетейін. Имам Аль-Матуриди китабы таухидта ижма мәселесін қозғайды. Яғни ижма деген бүкіл ғалымдардың бір нәрседе бір ауыздан келіскені деген ұғымды білдіреді. Енді бұны имам Аль-Матуриди бұл ижмақтың Алланың даналығы екенін, Алланың хикметінің бізге меңзейтінін көрсетеді. Қай жағынан? Өйткені имам Аль-Матуриди айтады, мысалға муштахид мұтлақ мустақилдар, муштахид мұтлақ мұнтасиптар, муштахид фил мазхабтар.
кілең мыңдаған мүштахидтар тұр да, фақихтар тұр, не бір мұхаддистар, мүштахид мұтлақ, мұстақилдар, олар ешкімге тәуелді емес пәтуа шығаруда. Ешкімге тәуелді емес мүштахидтар. Олардың өзінің дәлелдері бар. Ол дәлелдерін барлық ислам әлемі ғалымдарға дейін бәрі дұрыс деп қабылдайды. Сондай мүштахидтердің бір нәрседе келісуі ол оңай емес. Бұл жерде Құдайдың жәрдемі болмаса. Осыны біздерге имам Ал-Матурidi айтады. Егер Құдайдың хикметін, Құдайдың даналығын сезіп көре білсек дейді, ижмақта дейді, Алла бізге сол ижмақта тура жолды меңзеп тұрғанын көруге болады дейді. Осыны да айтқым келеді да. Сол сияқты деймін да, сол сияқты. Яссауи бабамыз мысалы Ханафи мазхабын ұстанды. Осы күнде қаншама мыңдаған адамдар зиярат жасап барып жатыр. Бұл да бір Құдайдың қолдағаны ғой. Құдайдың да бізге бір ишара қылып тұрғаны ғой, бұл да бір. Күллі түркі жұртының рухани астанасы ұстазы болған Қожа Ахмет Яссауидан артық емес шығармыз ешқайсымыз. Сол кісінің өзі мазхаб ұстамаймын деген жоқ қой. Сондықтан да аталарымыз, біздің бабаларымыз білген, құрметті бауырлар, қандай мазхабты ұстану керектігін жақсы білген. Кейінгі буын халяф ғалымдары. Салаф деп жаңағы алғашқы үш буындарды айтады. Сахабалар, табиғиндар, атбағу табиғиндар, салаф буыны, табақалар дейді, буындар дейді, салаф кезеңі дейді, үш буын, алғашқы үш буын. Сондықтан міне осы жерде бір нәрсені айта кетейік. Ханафи мазхабының ғалымдары, мұхаддис, хадис ғалымдары, усул хадис ғалымдары кейінгі шыққан аты шулы хадистерге аса сақтықпен қарайды. Және Ханафи мазхабы алғашқы үш ғасырға қарайды хадисте. Солар мойындауы керек хадисті. Соған қарайды. Ал алғашқы үш ғасырдан кейінгі шыққан аты шулы хадистерге аса бір маңызды фактор ретінде қарамайды мұхаққиқ ғалымдар, Ханафи мазхабының хадис ғалымдары. Ахад хабарларға, сахих хадистерге Ханафи мазхабының ғалымдар сақтықпен қарайды. Оны бәрін алып сахихты деп шулата бермейді. Мәтінін зерттейді, жаңағы кемшілік болмау керек, мағынасында кемшілік болмау керек, ол амалға жарамды ма, жарамсыз ба, бәрін зерттейді. Сондықтан осындай да мәселелер бар. Сондықтан да кейінгі буын халяф ғалымдары мұсылмандардың белгілі бір мазхабқа еруін уәжіп деген, міндет деген. Себебі неге? Кез келген мұсылман өз алдына Құран мен хадистен тікелей үкім алуға шамасы жетпейді. Біз осыны түсінуіміз керек. Сен мүштахид емессің, Құран мен хадиске кіріп алып әңгіме айта беретін. Сен субханака Аллахумма ва бихамдика дұрыс айта алмай жүрген мұсылмансың. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дегеннің мағынасын толық тәпсірін ашып білмейсің, қайта айтасың. Сөйтесің де Құран мен хадиске кіреді. Болмайды олай. Шамаң жетпейді. Біз осыны түсінуіміз керек. Ал біз кімдерді тыңдап, кімдерден білім алып жатқанымызға да қарау керек. Сондай-ақ әркім өз білгенімен жүретін болса, онда көпшілік арасында түрлі талас тартыстар шығып, дау-дамайлар мүлдем тоқтамас. Зафар Ахмад Усмани, Алла оны рахмын алсын, өзінің Иғауз Сунан атты кітабында былай деген: ақиқатында төрт мазхаб имамдары хидаят тура жолында деген. Белгілі бір жұртта олардың қайсы бірінің мазхабы таралған болса, және оның ғалымдар мен кітаптары көп болса, онда иштихад етуге шамасы келмейтін, аят және хадистерден өз бетімен үкім шығара алмайтын адам үшін сол мазхабқа еру уәжіп дейді. Өз жұртында кең таралмаған және ғалымдары көп болмаған мазхабқа еру дұрыс емес дейді. Себебі мұндай жағдайда аталмыш мазхабтың барлық үкімдерін үйренуге мүмкіндік табылмайды. Мұны жақсы білу керек дейді. Егер бір жұртта барлық мазхаб өкілдері таралып, елге әйгілі болса, сондай-ақ сол мазхабтардың ғалымдары да жеткілікті болса, онда иштихад ету дәрежесіне жетпеген адам үшін өзі қалаған мазхабқа еруі дұрыс болады. Не проблема біздің Қазақстанда? Аллаға шүкір, біздің елімізде, жерімізде Ханафи мазхабының кітаптары жетеді, ғалымдары жетеді. Біздің ата-бабамыз Ханафи мазхабын ұстанған, біздің муфтиятымыз Ханафи мазхабын ұстанып отыр. Ал енді сен келіп алып бүкіл мазхабты бидғатқа шығарып дұрыс емес деп айтуың дұрыс емес қой. Атақты ғұлама Абдул-Хай Лакнауи өзінің пәтуалар жинағы кітабында Шах Валиулла Дахлауидің төмендегі сөзін келтіреді, рахималлах. Үндістан және Мауранахр елдерінде Шафиғилердің де, Ханбалилердің де, Маликилердің де мазхабы таралмаған. Басқа мазхаб кітаптар да жетіп келмеген. Сондықтан да бұл өлкелерде тұратын иштихад ету дәрежесіне жетпеген адамдарға Абу Ханифа мазхабын ұстану уәжіп болады.
Ал Мекке мен Мадинада тұратындардың жағдайы бөлек дейді. Себебі ол жерде барлық мазхаб өкілдерін табуға болады. Енді сол Мекке мен Мадинадаға барып алып, сол жақты көріп алып, ол жақта дін мынандай екен, біздің Қазақстанда неге ондай емес деп бөлік шығаруға болмайды. Егер сауатыңыз болса, біліміңіз болса, шын жанашыр болсаңыз болмайды олай. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қарамағындағы барлық мешіттерінде имам Ағзам Абу Ханифа, Алла оны рахмет етсін, мазхабы бойынша шариғат ұстанып, соған орай амал етеді. Біздің бүкіл мешіттерімізде Ханафи мазхабын ұстанып, сол бойынша имам ұстаздар намаз береді, сол Ханафи мазхабы бойынша үкім айтады, сол бойынша уағыз айтады, сол бойынша жағы намаз оқиды, амал етеді. Енді келіп қаншама ғасырлар бойы Ханафи мазхабын ұстанып отырмыз. Ханафи мазхабының басталуына қарайық, тарихына қай жаққа барады. Ал енді біз сәләфиміз деп жүрген уахаби бауырларының әңгімесі қайда барады? Олар хадистерді, аяттарды қалай түсініп жүр? Біздің Ханафи мазхабы Абу Ханифадан бастап осы уақытқа дейін қаншама мыңдаған ғалымдар өтті дүниеден. Ол кісілер аятты қалай түсінген? Қарасаңыздар, салыстырып оқып зерттесеңіздер. Жоқ, сендердікі дұрыс емес, сендер бидғатшысыңдар, сендер андайсыңдар, сендер мұндайсыңдар. Ширк, бидғат, тағы не? Дұрыс емес, нағыз тура жолда куфр, нағыз жолда біз, сендер адасқансыңдар. Болмайды ғой олай. Кім үйретті сізге олай айтуды? Керек болатын болса, дінді сіз өзіңіз үшін ұстайсыз ғой. Өзіңізді тазарту үшін ұстайсыз ғой дінді. Исламның мақсаты сіздің жанұяңызды тазарту үшін түскен дін ғой. Шынтуайтына келетін болсақ. Сондықтан да біздің жағы ұстанып отырған қаншама ғасырлар бойы ұстанып отырған дәстүрменен бірге ұстанып отырмыз. Қазіргі таңда Қазақстанның түкпір әр үйінде, әр елінде, әр ауылында Ханафи мазхабының амалдағы үкімдерменен дәстүр бірге қосып, қуанышында, қайғысында атқарып жатыр. Мысалға, адам қайтыс болатын болса, Ханафи мазхабының үкімдері бойынша жерлейміз. Адам дүниеге келетін болса, Ханафи мазхабының үкімдері арқылы, әрине Құран мен хадистерге сүйеніп отырып, ол түсінікті нәрсе, оның бәрін айта бермейміз. Сондықтан да дүниеге бала келсе, бізге алып келеді, Ханафи мазхабы бойынша, үкімі бойынша азан шақырып атын қойып береміз. Ханафи мазхабының үкімдері бойынша, әрине Құран мен сүннетпенен некесі қиылады. Тағы не? Жаңағы кішкентай нәресте қайтыс болса да, адам қайтыс болса да, біздің өмірімізде өтіп жатқан, болып жатқанның бәрі діни жоралғылар, діни рәсімдер, бауырлар-ау, Ханафи мазхабының үкімдеріменен біздің қазақ халқының дәстүрі екеуі бірігіп атқарылып жатқан жоқ па? Мысалға айтайық. Бір адам қайтыс болды. Ханафи мазхабы бойынша жуындырамыз, кебіндейміз, үкімі бойынша. Әрине пайғамбарымыз хадис сүннеті бойынша. Өйткені бұл кісілер былай деп айтады да, как будто бір Ханафи мазхабы еш нәрсеге сүйенбейді, Құран мен сүннетке сүйенбейді. Бұлар тек қана өзінің мазхабын ғана тыңдайды, Абу Ханифа ғана тыңдайды, Құран мен сүннетті тыңдамайды деп айтады. Ол дұрыс емес қой. 4 мазхаб Құран мен сүннетке негізделіп тұрған жоқ па? Бірақ төртеуінің кейбір үкімдері мағынасы, кейбір мағыналарын, кейбір тәуелдерін, кейбір үкімдерін ұстануына байланысты 4 түрлі болып отырған жоқпыз ба? Бірақ атаулары, амалдары кейбір мәселеде әртүрлі болғанмен мағынасы бір болып шығады. Бірақ 4 мазхаб бір-бірін құрметтеп, дос тұтып отқан жоқ па? Мысалға, адам қайтыс болатын болса, оны жерлеу, оны ақынға да жерлеу, жаназасын оқу, қайтқан марқұмның жаназасын оқу, Ханафи мазхабының үкімдері бойынша жаназасын оқып шығарып жатқан жоқпыз ба? Енді осы жерде біздің қазір қазақ дәстүрінде қандай дәстүр бар? Жаназасын шығарайын деп, ана мәйітті жуындыруға алғанда, сол қайтыс болғанның үлкендері келеді бізге, ұстаз, бауырым, біз 3 атаға бір не таратайық деп едік дейді, марқұмның атына садақа таратайық деп едік дейді. Жақсы. Сосын 3 атаға ұлы жүздің баласына, бір үлкеніне, орта жүздің, кіші жүздің баласына бір ынтымақ болсын, ауызбіршілік болсын деп, сол марқұмның атынан киім таратады. Сауап болсын деп. 3 атаның баласына береді. Ана мәйітті жуындырып болам дегенше, бұл енді біздің дәстүрімізде бар нәрсе ғой, ғұрпымызда бар нәрсе ғой. Енді осыны қазір жасап жатқан жоқ па?
Енді осының бәрін келіп бидғатшысыңдар, адасқансыңдар деп айту дұрыс емес қой бұл. Ол кімнің мінезі? Өйткені Абдул Вахабтың мінезі сондай болған. Айыптаушы, мұсылмандардың сенімін бидғаттан, күфрдан тазартушы мінезін өзін алып қаншама мұсылмандардың қанын төккен. Бұл жағы солардың анау шығып жатқандардың мінезі сондай болған. Бұл кісілердің де сол бойынан сол мінезді көреміз. Болмайды ғой олай. 4 мазхабтың қай жерінде сен қателік тауып тұрсың? Дәлелдей алмайсың. 4 мазхаб деген ойбай, ол деген қаншама ғасыр том-том кітабы шыққан мазхабтарға сен әңгіме айта алмайсың. Сен қарасаш, кімге әңгіме айтып тұрғаныңда. Болмайды олай. Сондықтан да имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің мазхабы бойынша біздер шариғат ұстанып, соған қарай амал етіп келе жатырмыз. Елімізде дін туралы қабылданған соңғы заңда Қазақстан мұсылмандарының осы мазхабпен амал жасайтыны шегелеп көрсетілген. Шегелеп көрсетілген. Ал енді мұслим мазхаб ұстанудың маңыздылығына келеміз. Мазхаб ұстанудың маңыздылығына келеміз. Бірінші, мазхабпен жүресің бе, әлде сүннетпен жүресің бе деген мәселе бар, мұслим бізде. Сендер мазхабпен жүресіңдер, бірақ сүннетпен жүрмейсіңдер деген. Мен бұл әңгімені біздің Қазақстан мұсылмандарының ресми сайтынан muftiyat.kz-тен алып отырмын. Сондықтан да бауырлар, оқыңыздар, шатаспаңыздар, қателеспеңіздер. Шын туайтына келгенде адам баласы дінді ұстанғанда, оның жүрегінде махаббат болу керек адамдарға деген. Мейірімділік болу керек, кешірімділік болу керек, төзімділік болу керек. Мейірім, шапағат деген адамның бойында қасиеттер пайда болу керек. Мен дін ұстандым деп, елдің бәрін адасқанда өз мен тура жолдамын деп қайта бүлік шығарып, айқай шу шығарып, дінді олай ұстануға болмайды. Шын туайтына келгенде ислам діні адамның жан дүниесін тазартуға түскен. Сондықтан да кеттік. Мазхабпен жүресің бе, әлде сүннетпен жүресің бе деген әңгімеге тоқталамыз. Бұл сұрақ арқылы мазхаб ұстану сүннеттен тайғандай. Жаңашылдық бір бидғат жолы етіп көрсеткісі келеді. Ал түптеп келгенде бұл сұрақ жөнсіз, діни білімі жоқ, сауатсыз адамдарды шатастыру үшін қойылатын сұрақ. Мысалы, жоғарғы оқу орнының құрылымынан хабарсыз адамның шала шарпы білгенімен университетте оқисың ба, әлде факультетте оқисың ба деген сұрағы сияқты. Екеуін екі бөлек көрсету әсте мүмкін емес. Мысырлық ғалым Мұхаммед Ғазали рахималла былай дейді: менен бір адам пайғамбарымызға ересің бе, әлде Абу Ханифаға ересің бе деп сұраған кезде, оның сұрағына еріксіз күліп былай деуші едім дейді: пайғамбарымыздың сөзіне Абу Ханифаның түсіндіргені бойынша еремін. Абу Ханифаның қадірлі болуы өзінің жеке басынан туындаған нәрсе емес. Тек оның айналысқан діни ғылымына және пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, қалдырған жолмен жүруіне ғана байланысты дейді. Қалай тамаша айтқан. Шариғат үкімдерінің қайнар көзі, Құран және хадистің әрбір сөзінің тілдік негізгі бірнеше мағынасымен қатар ауыспалы мағыналар да бар. Тіпті кейде аят пен хадистердің бір әрпінің өзі бірнеше мағынаны білдіреді. Мысалға біздер бисуурихим деген адам басқа масих тарту аяты бар ғой, басқа масих тарту. 3 түрлі үкімін ұстанған. Ханафи басқа үкімді ұстанады басқа масих тартуда. Шафиғи басқа үкімді ұстанады, қателеспесем. Ханбали мен Малики басқа аяттың мағынасын ұстанады. Сөйтті да 4 мазхаб бисуурихим дегеннің 3 түрлі мағынасын ұстанады. Бастарына масих тартады. Соны айтып отыр да. Сондықтан әрбір әрпінің тіпті аяттың да хадисінде бірнеше мағынаны білдіреді. Ал сол аят пен хадистің қай мағынасы дұрыс, қай мағынасы абзалырақ, қай мағынасы дұрысырақ, қай мағынасы қуаттырақ, қай мағынасын ұстанса дұрыс болады дегенді бізге дейін қаншама мыңдаған ғалымдар зерттеп тастаған бауырлар, сіз қазір шығып бір ойбайды бірдеңке таба алмайсыз. Бәрін осы уақыттан айтып тастаған. Аяттардың түсу себептері, кейбір себептерге байланысты хадистердің бір-біріне қарама-қайшы келуі сияқты көрінетін жерлерде кездеседі. Бұларды кез келген қарапайым адам тереңнен талдап, ара-жігін ажыратып, шариғи үкім шығара алмайды. Осы себепті де Алла Тағала Құранда не деген? Білмесеңдер білім иелеріне сұраңдар деген. Нахл сүресінде. Ана тілдері арабша әрі Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, пайғамбарды көзі көрген сахабалар
және сахабаларды көз көрген табиғиндердің өздері де діни мәселелерді араларындағы білімдерінде жүгінген. Сахабалардың өзі кейбір Құранның тілін, хадистің тілін түсінбеген. Мысалға, анау жаназаға қатыссаңдар, бір қират сауап болады, оны ары қарай көміп келгеннен 2 қират сауап аласыңдар деген пайғамбарымыздың хадисіне. Сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, қират деген не?" дейді. Сонда тау дейді. Ұхыд тауындай жаңағы неме еді. Енді кейбір сөздерді қателесуі мүмкін, бауырлар. Жаңылмайтын жақ болмайды ғой. Ал енді жаңағы неме еді, пайғамбарымыз қират деген не дегенде, Ұхыд тауындай тау еді. Ұхыд тауындай сауапқа ие боласыңдар. Бір қират, бір Ұхыд тауындай сауапқа ие боласыңдар. 2 қират, 2 Ұхыд тауындай мысалға сауапқа ие боласыңдар деп айтқан пайғамбарымыз. Кейбір Құранның тілін, кейбір пайғамбарымыздың хадистердегі сөзді сахабалардың өзі кейбір арасында түсінбеген сәттері болған. Сахабалардың өзі, табиғиндардың өзі бір-біріне жүгініп тұр. Ал сен кімсің? Келіп алып, сендердің бәрін адасқансыңдар, мен тура жолдамын дейтін. Сондықтан да байқау керек. Кейінгі ғасырларда адамдардың Абу Ханифа, Алла оны рахымын алсын, сияқты мұжтахид ғалымдардың шығарған үкімдерімен жүруге қаншалықты зәру әрі мұқтаж екені айтпаса да түсінікті. Ал мен мазхабпен жүрмеймін, тек Құран мен сүннетке амал етемін деп өз бетінше әрекет еткен адамның ақиқаттан адасуы әрі өзгелерді де адастыруы әбден мүмкін. Мен мазхабқа ермеймін деген адамның өзі бәрібір біреулер тыңдайды. Ол өзінің ұстазы бар, шейхі бар, оның тыңдайтын. Физика ғылымында мысалға білесіздер, білгірлердің анықтаған тұрақты формулалары бар. Қарапайым адамдар сол формулаларды қолдана отырып есеп шығарады. Ал оны қолданбаймын деп бас тартқандар өздері сондай формулаларды ойлап табуы лазым. Ол үшін ондай адам өзінің алдындағы білгілерден де асып түсіп, білімі олардан да терең болуы қажет. Олай болмаса, бұрынғы формулаларды қолданбаймын деуі бекер. Міне, дәл осы сияқты мазхаб ұстанбаймын деген адамның ісі де, сөзі де бос әурешілік. Сондықтан да мазхабта исламнан бөлек пайғамбар сүннетінен өзгеше жол деп түсіну қателік. Мазхаб имамдары Құран аяттары мен ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сүннет жолын бізге түсіндіріп, амал етуге оңайластырып берген үлкен мүжтахид ғалымдар. Құран аяттары мен хадистерді лайықты дәрежеде түсініп, одан үкім шығара алмағандықтан біз сияқты қарапайым адамдардың мазхаб ұстануы міндет болады. Түсінікті ме? Мысалы қиссаға келейік. Бір қисса бар да, осы жерде қиссаны айта кетейік. Имам Абу Ханифа, Алла оны рахымын алсын, ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, ұрпағы Мұхаммед Бакирмен Медина қаласында жолығып қалады. Қараңыз, Абу Ханифа рахматулла алейхи пайғамбарымыздың ұрпағы немересі деп келеді, қателесе, немесе шөбересі деп келеді, қателеспесем енді. Сол кісімен Медина қаласында кездеседі. Сонда Мұхаммед Бакир радиаллаху анху Абу Ханифаға не дейді? Өйткені Абу Ханифа жайлы өсек қатты болған ғой. Абу Ханифа деген сахих хадистерге қабылдамайды, сахих хадистерге қатаң қарайды деген сияқты бір қаңқу сөзде жүреді. Мединаға дейін барады ол. Бірақ талайын Абу Ханифа дәлелдеп берген. Осы әңгімелерді естіп, Мұхаммед Бакир сұрайды Абу Ханифадан: "Сіз Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, менің атамның дінін бұрмалап, хадистерін қиястан төмен санайтыныңыз рас па, бұл қалай?" деп сұрайды. Сонда имам Абу Ханифа: "Алла сақтасын, олай болу мүмкін емес" дейді. Мұхаммед Бакир оның жауабына қанағаттанбағанын сезген имам ары қарай жалғастырады: "Сізге сұрақ қойсам бола ма?" дейді. "Әрине" деген жауабында кейін имам айтады: "Әйел әлсіз бе, жоқ әлде еркек әлсіз бе?" деп сұрайды. Мұхаммед Бакир айтады: "Әйел" дейді. Имам айтады Абу Ханифа: "Олай болса, әйелдің атадан қалған мұрасының үлесі қанша?" дейді. Мұхаммед Бакир: "Ер кісі 2 пай алса, әйел 1 пай алады" деп жауап береді. Абу Ханифа жалғастырады: "Бұл ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сөзі ғой" дейді. "Егер мен дін бұзар болсам, қияс жолымен ер кісінің үлесін 1, ал әйел адамның пайын 2 есеге арттырар едім ғой" дейді. "Өйткені әйел адам әлсіз, табыс табу мүмкіндігі аз,
Ал ер кісінің әйел адамға қарағанда күш қуаты мол, еңбек етіп мол табыс таба алады. Бірақ аят пен хадис тұрғанда мен қияс жасамаймын дейді. Одан кейін Абу Ханифа жалғастырады. Намаз абзал ма әлде ораза абзал ма дейді. Мұхаммед Бакир намаз дейді. Абу Ханифа жалғастырады. Менің де пікірім осындай дейді. Егер мен дін бұзар болсам, әйел адам етеккірден тазарғаннан кейін намазының қазасын өтеуге әмір беріп, оразаның қазасын өтеттірмес едім дейді. Бірақ мен қияспен өзгеріс енгізе алмаймын ғой дейді. Осыдан кейін имам Абу Ханифа зәрлас па әлде шәуетлас па деп сұрайды. Мұхаммед Бакир айтады, әрине зәрлас дейді. Абу Ханифа айтады, егер мен атаңыздың дінін өзгерткен болсам, зәрмен былғанған денені бастан аяқ жуындырып, ғұсыл алуды, ал шәует бөлінген адамға тек дәрет алуды бұйырар едім ғой дейді. Бірақ мен Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, дінін өзгертуден аулақпын дейді. Бұны естіген Мұхаммед Бакир атып тұрып, имам Абу Ханифаның зеректігі мен терең біліміне риза болып, маңдайынан сүйіп, ғалымды құшақтап, маңдайынан сүйген екен дейді. Міне, пайғамбарымыздың ұрпағы немересі немесе шөбересі болып келеді. Тікелей Медина қаласында кездесіп, Абу Ханифамен сөйлесіп, батасын беріп, маңдайынан сүйіп тұр. Ал біз енді осында кісінің масқабында еріп отырған жоқпыз ба? Ал біздің аталарымыз білген қандай масқапты ұстау керек екен, бауырлар. Екінші, масқап имамдары. Егер хадис сахих болса, ол менің масқабым деген емес пе? Масқап имамдарының, егер хадис сахих болса, сол менің масқабым дегені рас. Имам Ан-Науауидің әңгімесіне келеді, бұл қателеспесем. Алайда бұл сөз кез келген қарапайым адамға емес, тек мүжтахид деңгейіне жеткен ғұламаларға айтылған дейді. Ал бізді қалай шатастырады? Міне дейді, хадис, міне муслим, мынанда бұл хадис дұрыс, бұнда хадис де бар. Егер хадис сахих болса, ол менің масхабым деген емес пе деген хадис бар. Бұл енді осыны алып алады да бізге сенде тұрады. Міне хадис тұр ғой, неге қабылдамайсың дейді. Ал енді мына жақта не деп тұр? Бұл мүжтахид деңгейіне жеткен ғұламаларға айтылған дейді бұл хадис. Ханафи мазхабының ғалымы Ибн Абидин, Алла оны рахмына бөлесін. Аталмыш сөз Құран мен хадис мәтінін терең түсінуші, оның ашық мағыналы және үкімі жойылғанын жақсы білетін ғалым адам үшін айтылғаны күмәнсіз. Егер мазхаб ғалымдары қандай да бір дәлелді қарастырып, оның әлсіздігін анықтап, одан қайтып, кейін күштірек дәлелге сүйеніп, онымен амал етіп жатса, оны мазхабтан деп тану дұрыс. Міне сол кезде ол мазхаб ғалымның рұқсатымен жүзеге асқан болып есептеледі. Сол үшін де мазхаб имамдарының егер хадис сахих болса, сол менің мазхабым деген сөз, егер хадис амал етуге жарамды болса, онда ол менің мазхабым деп түсінген дұрыс дейді. Мінекей, мәселені қалай түсіну керек? Ана ағайындар, бауырлар не істеп жатыр? Алып алады да ұрады. Мінекей, айтылды, бітті. Орында, айтылғанды орындамасаң, сен осым адасқансың дейді. Болмайды, олар болмайды. Өйткені хадисті айтушының халі маңыздырақ, оның мағынасы маңызды, оны дұрыс түсіну маңызды. Оның бәрі жан-жақта қарамайды. Бұндай сөзді айтушылар көбіне мағынасын өздері де түсінбейді. Оны қандай да бір хадис сахих болса болғаны, сонымен тікелей амал ете беруге болады деп пайымдайды. Ибн Абидиннің, Алла оны рахмына алсын, жоғарыдағы түсіндірмесіне қатысты Ханафи мазхабында атақты муфассир, мухаддис әрі фақих болған атақты ғалым Шейх Абдул Ғаффар Аль-Ханафи хиджри бойынша 1290-1349 жылы өмір сүрген. Былай дейді: қазіргі уақытта өзінің қате пікірін ғылыммен шатастыратындар көп. Мысалы, кейбіреулер атақты 6 сахих хадис жинағының бірін оқып, қандай да бір Ханафи мазхабының пікіріне қайшы келетін хадисті тауып алады да, Абу Ханифа мазхабының мына мәселеге қатысты пікірі дұрыс емес дей салады. Өйткені пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадисінде былай делінген дейді. Бірақ ол кісі оқыған хадистің мансух екенін, яғни күші жойылған екенін, не иснады, тізбегі жағынан одан да қуаттырақ хадиске қайшы келу себепті амал етілмеуі мүмкін екенін білмейді. Ол жан-жақтан біліп тұрған жоқ ол. Бұл жөнінде қарапайым адам біле бермесі анық. Егер ондай адамдар осылайша оқыған әрбір хадисті амал етуге міндеттейтін болса, көп деген мәселелерді өздері адасып, быт-шыт болып, сонымен қатар оларға сауал қойып келгендерді де адастырады деген. Ал бұл ғалымдардың сөзі. Бұдан түсінетініміз, құрметті бауырлар, кез келген имам Бұхари не болмаса Муслим сияқты ғалымдардың хадис жинақтарын, Алла ол кісілерді рахымына бөлесін, оқып алып, хадисте былай деп айтылған екен деп, оған амал жасауға асықпай,
ғалымдардың түсіндірмесін білуіміз қажет. Кей адамдар оқыған хадисіне бірден амал етіп, оны іс жүзінде жүзеге асыруды сүннетке деген ерекше сүйіспеншіліктің көрінісі деп түсінуі мүмкін. Бірақ алайда ондай адамдар сүннетке деген сүйіспеншілігі себепті емес, аталмыш салада маман болмауы себепті қателікке бой алдырады. Имам Шафиғидің шәкірттерінің ішінде имамның өзі сахих екенін біле тұра, әдейі қабыл етпеген хадистеріне амал еткендер болған. Сондай шәкірттердің бірі Абу Валид Муса ибн Абул Джаруд есімді кісі еді. Ол ифтарул хаджиму вәл махджуму, қан алдырушының да, оны алып берушінің де оразасы бұзылды деген хадисті оқып алып, имам Шафиғидің шәкірттері осы хадисті оқып алып, имамның ұстанған пікірін жоққа шығарғысы келген. Имам Шафиғи болса аталмыш хадистің сахихтығын біле тұра қабыл етпеген еді. Оны үкімі жойылған хадистерге жатқызып, үкімнің жойылуы себебін баяндап, оған дәлел де келтірген болатын. Ол хадистегі үкімді Ибн Аббастан жеткен, пайғамбар Мұхаррам айында ораза ұстаған күйде қан алдырды деген хадисі жояды. Мінекей, осында нюанстар бар, бауырлар. Бұл айтылғандардан түйетініміз, хадис сахих болса да, оның сыртқы бейнесіне қарап бірден амал етілмейді. Әрбір саланың өз мамандары болғанында шариғат ілімінің де жылдар бойы қалыптасқан заңдылықтары мен оны зерттеуші мамандары бар. Хадисті біздің Ханафи мазхабында хадисті зерттейтін ғалымдарды мухаққиқ ғалымдар дейді. Оны риуаятын дираяатын жан-жақты тексеретін мәселелер бар. Оны біліп отқан ешкім жоқ. Алады да, міне бір хадис келді, айда мені оқып береді, мағынасын ашып береді да, айда. Жақсы болды, бір хадисті алып алады да, эфир ашады да, мағынасын оқиды да, айда, міне. Сенден ислам дініден осындай. Одан бір-біріне осылады, бітті. Сосын бытшыс болып атады. Сондықтан да әрбір саланың өз мамандары болады. Ендеше біз де сүннетті түсінуде, оны түсіндіруші білім иелерінің пікіріне арқа сүйеуіміз қажет болады. Түсінікті ма? Үшінші мәселеге келеміз. Имамдар неге фиқта? Түсінікті, Алла разы болсын, ұстаз. Біз келеміз. Имамдар неге фиқта Абу Ханифа ал-Ақидада Матруди ақидасын ұстанады? Имам Матрудидің ұстанған жолы өзге, ал Ханафи мазхабы бөлек дүние деп қарауға болмайды. Имам Абу Ханифа мен имам Матрудидің өзара байланысын мына жайттарды нақты көруімізге болады. Айтамыз, Ханафи мазхабы делінген кезде тек қана имам Абу Ханифаның пәтуалар жиынтығы дегенді білдірмейді. Осыны түсінуіміз керек біздер. Абу Ханифа дегенде, біз жаңа мазхаб дедік қой. Міне мазхабтың тағы да бір мағынасы пәтуалар жиынтығы деген мағынаны білдіреді. Абу Ханифаның пәтуалар жиынтығы дегенді білдірмейді Ханафи мазхабы дегенде. Ханафи мазхабы имам Абу Ханифаның шариғат негіздеріне сүйенген, осы мазхабтағы басқа да ғалымдардың да үлесі қоса қамтылады. Қаншама ғалымдар бар. Қаншама мыңдаған ғалымдар да айтылады ол жерде. Имам Матуридидің тәлім алған ұстаздар тізбегі имам Абу Ханифаның атақты екі шәкірті Абу Юсуф пен имам Мұхаммед аш-Шайбаниға келіп тіреледі, рахималлаларға. Ханафи мазхабын негізін қалаушы имам Ағзам Абу Ханифа, Алла оны рахымын алсын, әуелгіде кәлім, яғни ақида ілімімен айналысып, үлкен мәртебеге ие болған. Адасқан топтармен пікір таластырып, олардың қателескен тұстарын дәлелдеген ғалым Абу Ханифаның фиқх әл-акбар, фиқх әл-абсад, әл-алим әл-мутааллим, әл-васия сынды еңбектері қалған. Кейіннен Абу Ханифа фиқх саласына ауысты. Ал имам Матурди өз заманында имам Абу Ханифаның қалаған негіздеріне сүйене отырып, ақида ілімінің ары қарай дамуына үлесін қосып шегелеп кетті. Имам Абу Ханифа дүниеден өткеннен кейін ол кісінің өмір сүрген дәуірінде болмаған кейбір адасқан топтар шығып, мұсылман жамағаты арасында өздерінің жалған пікірлерін таратты. Осы уақытта имам Абу Мансур әл-Матруди Абу Ханифаның ақида саласында ұстанған негізін басшылыққа ала отырып, имам әл-Матруди өз еңбектерінде жалған топтардың қателіктерін айтып дәлелдеп, адасқан тұстарын дәлелдеген. Әлемдегі Ханафи мазхабын ұстанушылар фиқх саласында имам Ағзам Абу Ханифаға, ал ақидада имам әл-Матрудиге сүйенеді осыдан. Қадірлі жамағат бауырлар, мазхаб ұстану ол адасушылық емес, ол бидғат емес, керісінше қажеттілік. Ешбір мазхаб Құран мен хадистен
жалпы исламнан бөлек өз бетінше жол емес. Халыққа дінді ұстануға жәрдем беретін жеңіл де жүйелі жол және методика, әдіс, формула, қағида. Бір мазхабта болып бізді бөлінуден сақтап, бірлігіміз үшін ынтымағымыз бен бірлігіміздің мығым болуына ықпал етеді. Ал мазхабты жоққа шығарып, өз бетімізше Құран және сүннетпен жүреміз деу, қателікке қатты бой алдыруға, бөлінуге, адасушылыққа, ынтымағымыз бен ауызбіршілігіміздің бұзылуына себеп болады. Сондықтан да бір мазхабпен жүріп, арандатушы топтардың бізді шатастыру үшін қойылатын сұрақтарына еріп кетуден, жалған пікірлеріне алданып, бөлінуден сақтанайық. Түсінікті ма? Алла Тағала қасиетті Құранда айтқан ғой, білесіздер, Али Ғимран сүресінде. Түп түгел Алланың жібіне, дініне жабысыңдар да бөлінбеңдер деген. Сондықтан мұсылмандар қандай мазхаб ұстанса да бір-біріне құрметпен, достықпен қарау керек. Алла Тағала біздерге бірлік пен ынтымақ нәсіп етіп, осы тура жолымыздан баршамызды айырмасын. Сондықтан да Абу Ханифаның мазхабының қазір силсилаларын кімге барып тіреледі, қандай сахабаларға тіреледін айтатын болсақ, біраз отырамыз. Сондықтан да осыменен мен аяқтаймын әңгімемді. Қалған әңгімені қазір мүмкін жалғастырып жатармыз. Соңғы бір сұраққа жауап беріп кетейік, рұқсат болса, мазхабсыздықтың соңы неге апарады? Дінсіздікке апаруы мүмкін бе? Енді дінсіздікке апару дегенде енді білмедім мен. Бірақ енді неге ауызбіршіліктің бұзылуына апарады, бөліктің шығуына апарады. Болды, Алла разы болсын. Және ұстаз, Алла разы болсын. Өте керемет сабақ болды. Жалпы мазхаб дегеніміз не, оған не үшін еруіміз керек, не үшін жаңағы мазхабты құрметтеуіміз керек, оның барлығын түсіндік. Енді ұстаз, кейбір бауырларымыз айтып жатады, өзіміздің ханафи бауырлардың арасында естігенім бар да, бір-екі бауырларымыздан. Осы мазхаб мәселесінде былай дейді: біз ханафи мазхабын ұстанамыз. Енді 4 мазхаб бір-біріне қайшы келмейтін дұрыс болса, басқа мазхабтардан үкім ала беруге не кедергі дейді? Осы басқа мазхабтан біз неге үкім алмаймыз, және де неге бір мазхабқа біз жаңағыдай тоқтауымыз керек? Енді кейбір мәселеде алынады басқа мазхабтардан, бірақ негізгі мәселелерде алынбайды дейді. Мысалға, қандай бір мәселе бар ғана? Махрам мәселесі бар ғой. Сосын жаңағы әмин мәселесі де бар ғой. Соның ішінде алынатын және алынбайтын ретінде, мысал ретінде келтіріп өтсек. Бауырлар, сұрақтарымыз болса жазып отырайық. Эфирге поделиться жасап, репост жасап, лайкты басып, подаркілеріңізді атып отырыңыздар. Эфир максимально рекке шықсын. Бағана 100-110 адам отыр еді, қазір міне 53 адамға түсіп қалды ғой, өкінішке орай. Бауырлар, қолдап кетейік. Убайда ұстаз, айтарыңыз бар ма? Айтарыңыз болса айтып отырыңыз, сізді де тыңдайық. Сіздің де сөзіңіз өте маңызды біз үшін. Мазхаб жөнінде енді жаңа біраз дүние айтты. Мазхаб ұстау керек қой, мазхаб ұстау керек. Біз қарапайым намазханбыз. Біз енді қалай дегенмен де бізде ондай ғылыми құралдар жоқ қарапайым намазхандарда. Яғни бір үкім шығару үшін, бір мәселеде үкім шығару үшін, халал, харам болмаса макрух немесе мустахаб деп айту үшін адамда шариат ғылымдары жөнінде хабар болу керек, шариат ғылымдарынан. Имам Суюти айтады, адам Құран мен хадистен үкім шығару үшін, иштихад қылу үшін дейді, 15 түрлі ғылымды меңгеру керек дейді. 15 түрлі ғылымды меңгеру керек дейді. Сол кезде адам не істей алады? Яғни үкім шығара алады, нақты, дұрыс үкім шығара алады. Былай негізі адамдар үкім шығара береді ғой. Жалпы адамдар үкім шығара береді, өз ойына салып не істеп, бірақ ол шариатта құпталмайды да. Сондықтан да мазхабтардан ден қоятын нәрсесі не ол?
ден қоятын нәрсесі Құранның аяттары мен хадистерді дұрыс түсіну, дұрыс үкім шығару. Және жаңа бір сөзді айтып өтті ғой, имам Абу Ханифа айтқан дейді ол сөзді. Сосын имам Шафи, имам Маликтер айтқан сөздер ғой негізі. Танымал сөз, егер хадис сахих болса, онда ол менің мазхабым дейді. Болмаса менің сөзім хадиске қарама қайшы келіп жатса, жарға ұрыңыздар деген секілді көптеген нақыл сөздер бар ғой, имамдардан келеді. Ол сөздердің барлығы имам Абу Ханифа болса, имам Шафи, имам Маликтер болса, ол сөздерді қарапайым жұртшылыққа айтқан жоқ. Ол сөздерді яғни сауаты бар, шариат ғылымдарын меңгерген адамдарға өзінің шәкірттеріне айтып тұрды. Себебі олар Құран ғылымдарын барлығын меңгерген, хадис ғылымдарына қатысты бүкіл ғылымдарды меңгерген, араб тіл ғылымдарына қатысты бүкіл ілімдерді меңгерген. Сондықтан олар тиісті үкім шығара алады. Яғни хадиске негізі. Сол сияқты енді имам Абу Ханифаның мазхабы, Ханафи мазхабы жалпы Орта Азияда ұстанатын, кейбір араб елдерде ұстанатын жалпы Ханафи мазхабы енді ең әуелгі Ахли сунна уал жамаат бойынша ең әуелгі фихи мазхаб саналады. Енді тәртіп бойынша ең бірінші мазхаб саналады. Содан кейін екінші Малики мазхабы, үшінші Шафи мазхабы, төртінші Ханбали мазхабы. Негізі мазхабтар көп болған ғой, бірақ Аллах Тағала оларға мәңгілік жазбағанда, оларға ұзақтық жазбаған. Бірақ Аллах Тағала осы төрт мазхабқа қияметке дейін мәңгілік жазған, қияметке дейін. Себебі төрт мазхабтың өзінің ерекшелігі, соның ішінде Ханафи мазхабының ерекшелігі. Яғни бүкіл ереже қағидалар Құран мен хадисте шығарылған не істейтін ережелер бар, қағидалар бар. Яғни сол негіздер арқылы Ханафи мазхабының ғалымдары яғни ғасырдан ғасырға не істеп келе жатыр, жалғастырып келе жатыр. Сол қағиданың аясында имам Абу Ханифа мен оның шәкірттері қойған ереже, яғни Құран мен хадис ижмақтың аясында шығарған ережелері. Ханафи мазхабы енді ең бірінші мазхаб деп айтып отырық қой. Сондықтан да ана кейбір азаматтар жаңағыдай істейді да, мына Бухариде или Муслимнен болмаса Термизиден бір хадистер оқиды ғой енді. Хадистер, енді олардың барлығы біз білеміз ғой. Кейінгі имам Абу Ханифа дүниеде өткеннен кейін, оның шәкірттері дүниеде өткеннен кейін, олар дүниеге келген хадисшілер. Жалпы хадис саласымен өмірлерін өткізген ғалымдар ғой, хадис жинаған жаңағы кісілерге байланысты хадисті қабылдау үшін шарттар қойған. Енді соған байланысты хадиске баға берген, мына хадис сахих, мына хадис дағиф дегендей. Соның ішінде имам Бухари бар, Муслим бар, Термизи бар, жалпы басқа да хадисшілер. Яғни бұлардың барлығы имам Абу Ханифадан кейін келген. Енді имам Абу Ханифа ең әуелгі фихші деп айтып отырық қой. Яғни фихті қандай да бір дүниелік мәселелерде, болмаса діннің ішіндегі мәселелерде, мейлі жаңағыдай амалға қатысты мәселелерді, әлеуметтік мәселелер болса, отбасылық мәселелер болса, ғибадаттық мәселелер болса, сауда-саттыққа байланысты мәселелер болса, саяси мәселелер болсын, қандай да мәселеде бірінші Құранға қарайтын болған, Құраннан таппаса хадиске қарайтын болған, және де ол хадисті қабылдаған өзінде де хадисті қабылдау имам Абу Ханифаның өзінің шарты болған хадистерді қабылдауда. Себебі имам Абу Ханифаның заманында көп ойдан хадис оқитындар көп болған. Мәдинадан Куфа, Ирактың Куфа шаһарына жетем дегенше бір ауыз хадис бір қапшық болып жететін болған. Сондықтан да имам Абу Ханифа, пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисі бар ғой, кім менің айтпаған нәрсемді айтты деп әдейілеп солай айтатын болса, немесе мені істемеген нәрсемді әдейілеп істеді деп айтатын болса, тозақта орындайды деген. Сол хадистің аясында қатты сақтанғандықтан не істеген, имам Абу Ханифа шарт қойған, сол шартқа сай келіп жатса хадисті сахих деп бағалап, соған амал қылып, соған тиісті үкім шығарған, тиісті үкімін
яғни берген жаңа амалға байланысты. Енді мына жерде мынандай мәселе туындайды да, қазір енді ағымдар бар ғой, жаңағы неше түрлі прямой Құраннан аламын, хадистен аламын деп жаңа үкім береді жаңағыдай, оңды солды жаңағыдай, өзінің нәпсісімен үкім беретіндер. Енді себебі ода ешқандай құрал жоқ қой, шариатты жетік білмейді, араб тілді жетік білмейді дегендей, жаңа хадис ғылымдарын жетік білмейді деген сияқты. Олар енді құрбасымен не істейді, үкім шығарады. Яғни бұл жерде жаңа олар айтады, жаңағыдай олар имам Абу Ханифаның несін, жаңа масхабын Бухари арқылы, имам Бухари арқылы, немесе имам Термизи арқылы түсінгісі келеді да, или немесе современный жаңа заманауи шейхтар бар ғой, жаңа өзінің заманауи 20 ғасырда бір шейхтің көзқарасы арқылы түсінгісі келеді. Ханафи масхабын түсіну үшін имам Абу Ханифаның өзінің қойған ережелері арқылы түсіну керек та масхабты. Оны апарып Ибн Таймия арқылы түсінуге болмайды, немесе Бухари арқылы түсінуге болмайды. Болмаса жаңа кейінгі заманауи бір шейх арқылы түсінуге болмайды. Яғни Ханафи масхабының өзінің қағидасы бар, өзінің ережесі бар, өзінің талаптары бар, хадис қабылдау шарты бар. Қандай кезде имам Абу Ханифа бойынша хадис сахих болады, қандай кезде дағиф болады дегенде. Сондықтан да бұл масхабтың ерекшелігі сода, негізі өзінің усул ереже қағидаларында. Сол сияқты Ханафи масхабын Шафи масхабы арқылы түсінбесін. Шафидің өзінің масхабының ережесі бөлек, Малики масхабының өзінің ережесі бөлек дегенде. Сондай бір айырмашылықтар. Ғабиден төлеп жатсыз ба? Иә, Убайда ағамен кішкене сұрақ жауап қылып не қылып жатқанбыз ғой, ұстаз, айып етпеңіз. Жақсы, Алла разы болсын. Не ғой? Так, Муслим, саған біз қазір көп нәрсені береміз. Бұндай уақытта бола бермейді. Қадірлі, мен алдыма көптен кітапты ашып отырмын. Убекеңде ол кісі енді біледі ғой, енді ол кісімен саламыз. Алла разы болсын. Енді қара, Абу Ханифа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін Куфа қаласында пайғамбарымыздың екі сахабасы келеді. Пайғамбарымыздың екі сахабасы келеді. Атақты, фихта мықты болған, білгір болған, білікті болған. Мысалға, муштахид, фахих деп айтамыз ғой мысалға. Үлкен ғалым, ғұлама, қандай атақты бар мысалға сол кісілерге лайықты аттар. Хазірет Али менен Хазірет Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анхумдар. Иә, Хазірет Али туралы пайғамбарымыз не деген білесіздер, иә? Абдулла ибн Масғуд туралы пайғамбарымыз не деген? Оқысаңыздар шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін Куфа қаласына осы екі сахаба келеді. Куфа қаласына келеді, Али ибн Абу Талиб пен Абдулла ибн Масғуд келеді. Куфа қаласына келіп медресе ашады. Сол жерге, сол медреседе, сол білім орталығында білім береді, тәрбиелейді. Сол Хазірет екі сахабадан кімдер білім алады? Алқама ибн Қайс, Масруқ ибн Әл-Әжда, Шурайх ибн Абу Талибтан, Алқама ибн Қайс алады. Масруқ ибн Әл-Әжда алады. Я, рахмаллар, атақты табиғиндар. Одан кейін Абдулла ибн Масғудтан кімдер алады? Шурайх ибн Әл-Харис алады. Асуад ибн Язид алады. Енді Алқама ибн Қайс пен Масруқ ибн Әл-Әждадан Ибрахим ән-Нахағи алады. Шурайх ибн Әл-Харис пенен Асуад ибн Әл-Язидтан Амр ибн Шарахил әш-Шағби алады. Осылардан Хаммад ибн Абу Сулейман Абу Ханифаның ұстазы. Міне, Абу Ханифа рахматулла алейхидің сілсаласы, тізбегі кімге барып тіреледі? Абдулла ибн Масғуд пенен Али ибн Абу Талибқа тіреледі. Не проблема деймін де, не бұл Ханафи масхабынан қандай бидғат, қандай сен жаңағы адасушылық не көріп тұрсың? Пайғамбарымыздың сахабаларына бар тіреліп тұр. Енді ол екі сахабадан кейін ар жағында пайғамбарымыз тұрған айтпаса да белгілі. Ал енді жаңағы біз сәләфиміз деп жүрген ағайындар кімге барып тіреледі? Қандай мектепке, қандай сахабаға барып тіреледі? Сілсаласы, тізбегі жоқ қой, айта алмайды, жоқ. Абдул Вахаб пен Шейх Фаузан, Фулич, Ибн Базға барып, Ибн Ар-Қайюмға барып, Ибн Таймияға барып тіреледі ғой, халифтарға. Ал ол Ибн Таймияның өзі мойындаған біздің төрт масхабтың ғалымдарын. Мұхаммад ибн Абдул Вахаб пен Ибн Таймияның арасы үзіліп қалған негізі. Үзіліп қалған, иә. Көпір жоқ.
жеткізуші Сондықтан да- көпір жоқ па сонда? жоқ. Ұстаздар жоқ қой, ол кім? Жаңағы кім Мұхаммед Абдул кім Ханбали мазхабын ұстаған деген бір дерек бар, бірақ енді білмеймін қаншалықты ол деректің несі екен. Ханбали мазхабын немесе айналайын-ау, кімге тірелесің, кімге апарасың, көрейікші, енді алып келші силсалаңды. Бірісі ахлу сүнна деп ана ғалымды сөзін алып келеді, бірісі мынаның сөзін алып келеді. Енді сен сол енді неге енді мен білмеймін, мен кейде сөзім таусылып қалады, мен деп қаламын кейде. Алла разы болсын. Сондықтан да міне мен тізбеген айтып отырмын. Енді қазір мен мына мәселеге келеміз. Мазхабтар арасында мәселеге келеміз. Мысалға басқа мазхабтардан үкім алуға бола ма деген муслим. Иә. Мысалға махрам мәселесіне келейік. Міне мен кітапсыз сөйлемеймін. Пәтуалар жинаған 3-ші кітабында Муфтият баспасында әйелдің махрамсыз қажылыққа бару үкімі тұр. Осы жерде қазір айтады. Бұл мен бекер ашып отқан жоқпын. Өйткені үзілді кесілді пәтуа беруге болмайды. Жаңағы Убекең айтпақшы, жан-жақты зерттеу керек. Кітаптарды ашу керек. Мына нәрсе мынандай екен ғой деген сөзді айту үшін сен том кітаптарды оқу керексің. Түсінесің ба? Түсіндім. Махрам дегеніміз әйелдің күйеуі және үйленуге мүлде үзілді кесілді болмайтын ер туыстары жатады. Олар әкесі, атасы, ұлдары, туған аға інілері, олардың ұлдары, әпке сіңлілерінің ұлдары, әкесінің туған аға інілері, туған нағашылары, күйеуінің әкесі, қайын атасы, күйеуінің басқа әйелдерінен туған ұлдары, сүт анасының күйеуі, ұлдары, сондай-ақ сүт анасының әкесі, күйеуі, аға інілері, ұлдары және одан емген басқа ер балалары. Себебі шариғатта бір анадан емген екі адамның ұл қыздары бір-бірімен үйлене алмайды. Қан мәселесі бар шариғатта, сүт мәселесі бар. Оның бәрін кім біліп жатыр, кім қарап жатыр? Бір хадисті алып алады да ұрады, бір хадисті алып алады да ұрады. Қанша әңгіме жатыр. Сондықтан махрам деген түсінікті болған шығар. Ханафи және Ханбали мазхабы бойынша әйел кісіге қажылыққа немесе умраға махрамсыз баруына тыйым салынады. Енді кейбір бауырлар осы оқып алады да үзілді кес айтып тастайды. Аржағын оқу керек. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Хадис бар. Әйел махрамсыз сапарға шықпасын және ешбір кісі бөгде әйелмен қасында махрамы болмаса жеке қалмасын деп айтқан кезінде бір кісі орнынан атып тұрып, Алланың елшісі, менің әйелім қажылық жасауға шыққан еді дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сен де бірге бар, әйелімен бірге қажылық жаса деп бұйырады. Бұл имам Бұхариде келеді. Ханафи мазхабы бойынша әйел кісінің тұратын жері мен Меккенің арасы 90-100 шақырым болмаса махрамсыз баруға рұқсат етілмейді. Ал одан азына махрамсыз шығуға рұқсат етіледі. Бұны білмейді ғой міне. 90 шақырымнан аз болса баруға болатынына білмейді да, 90-нан 100 шақырымнан көп болса баруға болмайтынында бір жағын ұстап алады. Көрдіңіздер ме әңгіме қалай? Біз бүгін көп кеңінен тарқатып жатырмыз. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Аллаға және ақырет күніне иман келтірген әйел үшін әйел 3 күндік және одан көп күндік сапарға жалғыз шығуына болмайды, бірақ өзімен бірге әкесі яки баласы немесе күйеуі не бауыры, яғни махрамдарының бірі болса, оның жөні басқа деген. Муслим риуаятында. Малики және Шафиғи мазхабы бойынша әйел адам қажылыққа немесе умраға махрамымен бірге баруы шарт емес дейді. Малики мазхабының ғалымы Халил ибн Исхақ рахмулла әл-Джунди былай дейді: әйелдің қажылыққа баруына шамасы келу керек дегенде махрамының немесе күйеуінің болу шарт емес. Сенімді серіктері болса жеткілікті деген. Бұл үкім парыз қажылыққа байланысты айтылған дейді. Ал нәпіл қажылыққа, умраға жасы үлкен немесе кіші әйел болса да рұқсат жоқ дейді. Имам Шафиғи, Алла оны рахмет алсын, былай дейді: егер әйелдің азық түлігі, жол қаражаты табылса, сондай-ақ онымен бірге сенімді әйелдермен жол сапары қауіпсіз болса, ондай жағдайда махрамы немесе күйеуі болмаса да қажылықты өтеуі міндет. Себебі Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, қажылық парызынан азық түлігі мен жол қаражаты жоқ адамның ғана босатылатын ерекшелеп көрсетті дейді. Әл-Умда келеді 2-ші томында.
деп дәлел ретінде Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, жұбайларына соңғы қажылық жасауға рұқсат беріп, пайғамбарымыз өзінің жұбайларына соңғы қажылық жасауға рұқсат беріп, олармен бірге қажылыққа Осман ибн Аффанды және Абдурахман ибн Ауфты, Алла ол екеуіне разы болсын, қосып жіберген алға тартады. Бұл Ибн Хаджарда келеді, Фатхул Бариде келеді бұл хадис. Ибн Хаджар әл-Асқалани, Алла оны рахымын алсын, осы дерек әйелдің махрамсыз сенімді серіктермен баруға рұқсат екеніне дәлел. Өйткені Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, әйелдері келісімін берген, әрі оларға сахабалардың ешбірі қарсы болмаған дейді. Фатхул Бариде келеді бұл мәселе. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Ады ибн Хатимге, Алла оны рахымына бөлесін. Егер ұзақ өмір сүрсең, әйел кісінің Алладан басқа ешкімнен қорықпаған күйде Хирадан Қағбаны тауаф етуге сапар шеккенін көресің деген. Ибн Хаджар, бұл хадис Ады ибн Хатимнің риуаяты имам Бұхариде келеді. Ибн Хаджар бұл хабар әйелдің қажылыққа махрамсыз баруға рұқсат екенін білдіреді дейді. Мысалға айтып салыстырып жатырмыз да, Муслим. Үкім. Ханафи мазхабы бойынша әйел кісіге қажылыққа немесе умраға махрамсыз баруына болмайды. Умраға да баруға болмайды. Акбар қажылыққа да баруға болмайды, үлкен қажылыққа. Барған жағдайда қажылығы дұрыс болғанымен, қажылығы дұрыс болады, бірақ күнәһар саналады. Бұған да сосын қажылығы дұрыс емес деп айта алмайсың. Ондай пәтуа жоқ, мына тұр ғой пәтуа мына жерде. Әңгімелер қалай кетіп жатыр, түсіндіңдер ме? Оқу керек. Екінші үкім, ал егер махрам табылмаса, немесе мүмкіндік болмаса, ондай жағдайда Шафиғи мазхабының пәтуасын негізге ала отырып, бір топ сенімді әйелдермен қажылыққа баруына рұқсат дейді. Осындай жағдайда басқа мазхабтан фатуа алуға болады, Сондықтан да, өйткені енді неге алмаймыз біз? Өйткені қалған үш мазхабтар дұрыс қой. Дұрыс емес болатын болса, онда оларды біз неге дұрыс дейміз деген мәселелер бар да. Сондықтан бауырлар, міне біздің кейбір бауырларымыз бір жақтағаны оқып алады да, Өбеке. Бір жақтағаны оқып алады. Алла разы болсын ол кісіге. Сондықтан Муслим, біз сіздерге айтып жатқан нәрсемізді түсіндіңіздер ме? Сондықтан да аяттың бір жағын, хадистің бір жағын алуға болмайды, пәтуаның бір жағын алуға болмайды. Жан-жақты оқу керек. Рұқсат етсеңіз, мен бір мәселенің нүктесін қойып кетейін. Бағана бір қойған сұрағыма сіз білмеймін деп жауап бердіңіз, бірақ ол сұрақты қоюдағы мақсатым мен мынандай еді. Мен сізден сұрадым. Қай сұрақ? Не сұрақ? Мен сізден сұрадым ғой, мазхабсыздық дінсіздікке апара ма деп ше. Ол мәселені мен не үшін қойдым? Жалпы біздің ақида мәселесі былай. Алланы мақлұққа ұқсату жалпы дұрыс емес, бидаға. Яғни Ерсін Әміре ұстаздың айтуы бойынша және Нұржан ұстаздың айтуы бойынша, Нұржан Смағұл ұстазымыздың айтуы бойынша Алланы мақлұққа ұқсату оны мақлұқ етеді. Және де Алла жоқ болып есептеліп қалады ақыли тұрғыдан жететін болсақ. Енді осыған сүйене отыра, Құдай жоқ деп дінсіздікке ұрынып жүрген бауырларымызға, ағайындарымызға қарай отыра, мен сол сұрақты қойған едім. Мазхабсыздық негізі дінсіздікке апара ма деп. Нұржан ұстаздың сөзіне сүйене отыра айта аламын, көп жағдайда мазхабсыздық дінсіздікке апаратын жол болады деп. Өйткені оны былай деп айтады да, оны Муслим. Оны ұстаздарымыз былай деп айтады. Қауіпі бар дейді. Түсіндің ба? Қауіп бар ол жерде. Уже Аллаға жағындай мекен беру, Алланы бір нәрсеге ұқсату, адасу, басқа біреуді адастыру мәселелері туындағандықтан оның сондай қауіпі бар деп айтылады. Түсіндің ба? Қауіпі бар дейді. Так, ұстаз, келесі тақырыпты нақтылап кетейік. Келесі тақырыпқа біз хадисті қоямыз. Менің үмметім 73 топқа бөлінеді, оның біреуі ғана жәннатта болады деген хадисті талқылайтын боламыз иншалла. Сатафтариқ уммати фирқа деп келеді. Ол жерде фирқалар туралы айтылған. Жалпылама өзіңіз толық түсінік бересіз деген ойдамын келесі эфирде. Осымен Алла қаласа, толық мәселені аяқтайық. Алла разы болсын.
түсіндіргеніңізге, уақытыңызды Сондықтан да бөлгеніңізге, сабағыңызға Алла разы болсын ұстаз. Бүкіл шәкірттердің, бауырлардың атынан сізге алғысымызды білдіреміз, иншалла.